Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай 3 заттан тұратын самоса әзірлейміз. ...150 грамдай ірімшікті кесіп аламыз. Оны майдалап тураймыз. Лаваштарымызды ені 3 сантиметрдей болатын лента тәрізді кесіп аламыз. Жұмыртқамызды шанышқымен жақсылап араластырып аламыз. Енді лавашымызға ірімшікті бір 10-20 грамдай салып, жақсылап осы 3 бұрышты етіп ораймыз. Шетін жұмыртқамен жағып, жапсырамыз. Isып тұрған табаға шамалы май құямыз. Майымыз ысығаннан кейін самосаларды салып, екі жанынан қуырамыз. Самосаны қуырған кезде қатты қызартпау керек, себебі дәмі ащы болып кетеді. Шамалы ғана қызғылт етіп қуырасыздар.
Қалған самосаларды дәл осылай қуырып аласыздар. Осындай самосаны үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Эрика. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет.